Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпараты ғаламатта Арай Райспен. Әлемге белгілі алпауыт компаниялардың логотипі бар. Өзін бренд деп есептейтін кез келген компания өзіне логотип жасайды. Уақыт өте ребрендинг жасайды, компанияны үлкейтеді. Бірақ сол логотиптердің мағынасы қандай екенін ойланып көрмеппіз. Осы шығарылымда алпауыт компаниялардың логотипі мен олардың құпиясымен бөлісем. Қызық па, онда арнаға жазылып, комментария жазып, лүпіл басуды ұмытпа. Сүйікті көлік өндіруші Hyundai компаниясы. Hyundai компаниясының логотипінің көбісі компанияның бірінші алғашқы әріпі деп ойлайды. Алайда бұл компанияның алғашқы әріпі емес, бар болғаны екі адамның қол ұстасып тұрған бейнесінен жасалынған. Бірі сатып алушы болса, бірі компания өкілі. Сөйтіп компания өзінің тұтынушыларына деген құрмет білдіргісі келген. Бар болғаны осы. Samsung әйгілі әлемге электроника шығаратын компания. Компанияның атауы жай ғана қойылған жоқ, себебі Samsung екі сөзді білдіреді, яғни Sam 3, Sung жұлдыз деген мағынаны. 3 жұлдызды деген білдіреді, яғни компанияның электроникасының сапасы 3 жұлдыз керемет сапалы деген мағынада. Pepsi көп жылдары бойы өзінің негізгі конкуренті Coca-Cola секілді логотипте болған. Көбінесе екі сусынды адамдар ажырата алмаған, немесе екеуінің логотипі бір-біріне ұқсас, тіпті ішіндегі дәмдер де ұқсас болған. 50 жылдан кейін Pepsi өзінің логотипін өзгертуге шешім қабылдайды. 20 ғасырдың ортасында ол үш түстес шеңбер ішіндегі, яғни Американың флагындағы түстерді қолданады. 2003 жылы дәл осы флагпен шеңберді ұстана отыра, дизайнер сәл болсын стильдік өзгерістер енгізіп, тік флаг емес, қисыңқы шеңбермен ішіндегі сызықтарды қолданады. Осы дизайндағы көп емес, үлкен емес өзгерістер үшін дизайнер $1 миллион алған. Елестетіп көріңізші. Оның пайымдауынша, бұл тек қана шеңбер емес, жер шары, фэн-шуй, ақша шақыратын, жақсылық шақыратын шеңбер. Сондықтан да барлық энергияны өзінің бойына жиған деп айтқан. Adidas әлемдік спорт киімін шығаратын бірден бірі ірі компания. Adidas'тың атауын компанияның негізгі қалаушы Адольф Даслердің атауынан алынған. Adidas'тың осы уақытқа дейін логотипі өте көптеген өзгеріске ұшыраған. Бірақ үнемі өзгеріс кезінде өзінің үш жолағын, яғни полоскасын сақтап келген. Соңғы уақытта полосканы көлденеңінен емес, тігінен аударған кезде ол тауға, яғни шыңға іспеттес болып ұқсайды. Дизайнердің пайымдауынша, әр спортшы белгілі бір кезеңде белгілі бір шыңға өту керек, немесе спортшы биік шыңдарды бағындыру керек деген мағынада. Сондықтан да осы мағынасына қарай логотип сақталып өзгеріссіз қалған. Википедия. Сіз кез келген білмейтін сұрақтың жауабын табу үшін міндетті түрде бірінші осы Википедияға кіріп жауабын тауып аласыз, иә? Алайда оның логотипіне тіпті мән бермеуіңіз де мүмкін. Википедия жер шары іспеттес пазлдардан құралады. Ол қандай мағынаны білдіреді? Әлемдегі өзге ұлттардың барлығының басын құрап, түрлі сұрақтарға жауап таба аласыз деген мағынаны білдіреді. Тіпті Википедияның жоғарғы жағында бірнеше пазл бос, яғни ешқандай жазусыз. Ол нені білдіреді? Энциклопедия әлі де толықтырылып жатыр, әлі де жазылады, және де көп деген сұрақтың жауабы бар деген мағынаны білдіреді. Бүгін сіз күнделікті тұтынып жүрген компаниялардың логотипімен таныс болдыңыз. Күнделікті көріп, біліп жүргеніңізбен логотиптің мағынасын, сырын, тіпті атауының қайдан шыққанын білмеуіңіз мүмкін. Осы шығарылымда дәл сізге қызықты ақпарат бердім деп ойлаймын. Егер шын мәнісінде ақпарат қызық болса, арнамызға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпа. Арай Райс, ерекше арнадағы ерекше ақпарат.